Арабтың бір патшасына бір уәзірі Ләйлі мен Мәжнүннің жайын әңгіме қылыпты. Мәжнүннің Ләйліден басқа дүниені керек қылмай, даладағы аңдармен бірге жүрген халін адамның жаны ашырлық әсерлі сөзбен айтқандықтан, әлгі патша Мәжнүнді көруге құмар болып, іздеп тауыпты да Мәжнүнге айтыпты: адамшылықтың қасиетін аяғыңа басып, аңмен қосылып дуана болғандай адамдықтан не залал көрдің дегенде, Мәжнүн айтыпты: шын таза асықтыққа ақыл қарсы тұра алмайды. Таза асықтықтың сырын білмегендіктен мені сөгіп отырсыз. Тым болмаса, Ләйлінің нұрлы жүзі қандай сиқырмен менің ақылымды тұзаққа түсіргенін көрген жоқсыз. Деген соң, патша іздеп барып Ләйліні көрсе, жүзі қансыз қара сұрлау, өткір қара көзі, нәзік қана әйел екен. Патша Мәжнүнге қайта келіп: Ләйліде онша қызғарлық сұлулық жоқ қой. Шын сұлу болса, оған жанның бәрі құмар болмас па еді дегенде, Мәжнүн айтыпты: әр ақылды адам әлемнің сырын түгел аша алмайды. Әрбір көз шын махаббат нұрын көре алмайды. Ләйліге асық болған көз де, жүрек те сіздік емес, менікі. Ләйлінің анық нұрын көрем десеңіз, менің көзіммен қарап, менің жүрегіммен ойласаңыз. Жүсіптің сұлулығына таң қалып, кеспе орнына қолын тураған әйелдерге ұқсар едіңіз де, Ләйліге махаббатымның қандай дәрежеде екенін білер едіңіз. Дертті көңілде не бар екенін сау көңіл білмейді. Менің жарама себілген ащы тұзды сіз сау қолыңызға сепкенмен ашта ма? Жүрегіңізді асықтық қанжармен жаралаңыз да, асықтықтың улы тұзын жүрегіңізге сеуіп қараңыз. Өмірінде ары шақпаған кісіге мұнараның шаққаны ащы болады деп араны көрсеткенмен, шаққан уын ұғала ма? Аш кісінің іштен өртеп тұрған аштық бәлесін тоқ кісі ескеріп біле ала ма? Біздің басымыздағы іс сізде жоқ болған соң, бұл туралы қанша айтсақ та, сізге бір мылжың өтірік ертек сияқтанады, депті. Таптым-ау сені, жүрегімнің емі, өзіңсіз мүлде жаралы жан еді.